28 миллион 500 мың теңге. Шымкентте көкпардан, нақтырақ айтқанда клуб аралық форматтағы көкпардан алғашқы Қазақстан кубогы өтіп жатыр және оған осындай ауқымды жүлде қоры қойылды. Менің білуімше бұл рекордтық деңгейдегі жүлде қоры және соның арқасында қазір 10-ға жуық команда осы Шымкент төріндегі ипподромға бас қосып, бірнеше күн болды өзара мықтыны анықтап жатыр. Артта топтық кезең ойындары, плей-офф кезеңі және жартылай финалдық матчтар артта қалды. Алда финалдық кезең, яғни Шымкент қаласының және Меркі ауданының жігіттері өзара мықтыны анықтайды. Айтпағым енді дәл осы клуб аралық форматтың арқасында көкпардағы тартыс күшейді, бәсекелестік артты және еліміздегі осы ұлттық спортымыздың дамуы жаңа деңгейге көтеріліп келе жатыр. Финалдық ойын енді өте күшті деңгейде өтеді, менің ойымша. Шымкент қаласында бір Хазбекте қоямыз бой қортығатта. Сол болса, Меркі командасында жекпе-жекте 3 ат бар. Енді бұл жерде жекпе-жек емес, ойынның барлық түрін көреміз біз. Шауып келіп ілуді де, қақ байлауды да, жекпе-жектің де шеберліктерін, кім қандай ойынға тактика қояды. Әр кімнің өзінің тренері бар, әр кімнің өзінің балдардың отырып сөйлесетін моменттері бар. Сол жерде сондай шешіледі деп мен өзім ойлаймын. Айта кету керек, қазір көкпарға мынау қаржысын салғысы келетін, инвестиция құйғысы келетін және барынша қолдау танытқысы келетін жанашыр азаматтар, қалталы азаматтар көбейіп келеді. Дәл сол қолдаудың арқасында қазір көкпардағы аттардың іріктелуі және олардың бапталуы жақсарды. Бұған қоса жігіттердің де әртүрлі керек жарақтары бар, соны қамтамасыз ету бір жолға қойылып келеді. Бұған қоса әрине Қазақстан көкпар федерациясы да өз тарапынан үнемі осы жүлде қорын тағайындауда, жарысты жоғары деңгейде ұйымдастыруда барынша мүмкіндіктер жасауға тырысып жатыр. Балтабай көкеме үлкен рахмет айтам, Нұрбол көкеме айтам. Солар атты тауып, тәрбиелеп, осы атты көрейік, мына атты көрейік деп балдардың жағдайын жасап өте жақсы қолға батыр. Командаға деген қызығушылығы өте жақсы. Аттарды арендасы болса арендасын апереді, ақшалай болса ақшалай аперіп, осы Шымкент қаласын көркейтіп, дамытып, осы ел чемпионатында чемпион болуға тырысамыз, Құдай қаласа. Шымкент қаласындағы Қазақстан кубогы әлде жалғасып жатыр. Ертең финалдық кезеңдер, яғни 22 қараша күні осы Қазақстан кубогының жеңімпазы белгілі болады және жоғарыда айтқандай жүлде қоры осы үздік командаларға және үздік ойыншыларға таратылып беріледі. Жалпы мынау клуб аралық форматтың бірнеше артықшылығы бар. Біз енді бірнеше күннен бері айтып жүрміз. Оның ішінде мынау аттарды сұрыптауда және тасада қалған жігіттерге мүмкіндік беруде, ұлттық құрамадағы жігіттердің сапасын арттыруға және мынау жастар арасында, жасөспірімдер арасында жүрген осы көкпаршылардың деңгейін байқап, біліктіліктерін көріп және оларға мүмкіндік беруге керемет деңгейдегі жарыс. Сондықтан енді басы-қасында жүргендерге тек қана сәттілік тілейміз және алдағы сағаттарда да, алдағы күндерде де біз осылай осы Қазақстан кубок аясындағы соңғы жаңалықтармен тікелей эфирде 24 KZ арнасы арқылы бөлісіп отырамыз. Аслан Қаженов, 24 KZ.